Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге пері қызы мен шашты әзиз туралы аңызды баяндап бермекпін. Ендеше құлақ түрейік. Бірде алыс патшалықта өмір сүріп жатқан жас әрі ешкімге ұқсамайтын батыр, балаң жігіт шашты әзиз құс атып, шомылып қайтуға көл жағасына келіпті. Көл жағасына жақындай бергенде, жас арулардың күмістей сыңғырлаған күлкісін естиді. Қамыс арасынан баспалап келіп қараса, о керемет, ай десе аузы, күн десе көзі бар 4 ару шомылып жүр екен. Солардың ішінде біреуінің сұлулығы сондай, күлсе күн ашылып, бүкіл көл жағасындағы көк құрақтар қоса күліп жатқандай көрініпті. Мұндай сұлулыққа тәнті болған шашты әзиз әлгі қыздың көл жағасында жатқан киімін білдіртпей алып кетіп тығып қояды. Көп ұзамай сыртқа қауіпті сезінгендей 4 қыз үркектей басып жағаға шыққанда, өздеріне есі кете қадала қарап тұрған жігітті көреді. Сөйтсе бұл 4 қыз перінің қыздары екен. Бір қарағанда үсті басын түк басқан жігіттің түрі қорқынышты болса керек. 3 пері қызы көйлек қанаттарын тез киіп ұша жөнеліпті. Тек 4-ші ең сұлу қыз амалсыз көл жағасында қала береді. Пері қызы әзизге: «Киімімді бер, бар тілегіңді орындаймын, бірақ мені қоя бер», деп жалынады. Әзиз қызға көңілін білдіріп, оның сұлулығының алдында бас иіп, пері қызына «Маған жар бол» деп ғашықтық сырын айтады. Қыз келіседі, бірақ 3 түрлі шарт қояды. Бірінші шарт: ешқашан менің басымды жуып жатқанда шашыма қарамайсың. Екінші шарт: ешқашан менің қолтығымның астына қарама. Үшінші шарт: мен аяғымды жуып жатқанда башпайларыма көз салушы болма. Осы 3 шарт бұзылмаса, біз мәңгі бақытты ғұмыр кешеміз, дейді. Бұл 3 шартқа әзиз келіседі. Сөйтіп той жасап, ол пері қызына үйленіпті. Күндерден күн өтіп, бір күні әзиз аңнан қайтып келе жатып, көл жағасындағы көлең қамыс арасынан әйелінің киімдерінің үстінен шығады. Бойын қызығушылық билеп, келіншегін баяғыдай көл бетінде ақ сазандай шолпылдатып шомылып жүргенінде бір көргісі келеді. Жасырын келіп қамыс арасынан қараса, о тоба, әйелі көл жағасында шашын шеке сүйегімен қоса шешіп, қолына алып жуып отыр екен. Мынаны көргенде дүниенің бәрін ұмытқан шашты әзиз таң-таңаша болып тұрып қалады. Жуынып болған келіншегі оны байқап қалып, қатты ренжіп: «Әзиз, сен уәдеде тұрмадың. Бірақ мен бір жолға кешемін. Тек енді қалған шарттарды бұза көрме. Өзің бақытсыз ғұмыр кешетін боласың», деп ескертеді. Тағы да бір күн артынан күн өтіп жатады. Бірде ел аралап шаршап қайтқан әзиз қараша үйіне кіріп келсе, әйелі суға түсіп жатыр екен. Осы кезде ойламаған жерде келіншегінің қолтығының астына көзі түсіп кетеді. Қараса, міне керемет, келіншегінің қолтығының асты үңірейген қуыс екен. Бұл да пері қызына тән жұмбақ қасиеттің бірі еді. Пері қызы шашты әзиздің өзінің қолтығының байқап қалғанын сезеді де, қатты қапаланып тұрып: «Асыл жарым, біз о баста 3 шартты бұзбасқа серттескен едік.
Бірақ сен серт шартын 2 рет бұздың. Енді 3-ші рет кешірім жоқ. Осыны жадыңда ұста, деп қатты ескертеді. Бірақ жазмыштан озмыш жоқ демекші, бір күні Шаштазиз әйелінің аяғын жуып отырған сәтінде үстінен түсіп қалады да, оның башпайларына еріксіз көзі түседі. Сөйтсе, әйелінің аяғында 2 саусағы ғана бар екен. Бұл пері қызына тән 3-ші қасиет еді. Шаштазиздің келісім шартын 3-ші рет бұзғанын сезген пері қызы, амал қанша, мен саған о баста ескертіп ем. Енді мен саған жоқпын. Ең соңғы айтарым, ішімде балаң кетіп барады. Мен сенің балаңды Хойкент деген шаһардың қасындағы қалың шеңгелге тастап кетермін. Сол арадан табасың, қош бол, деп құсқа айналып ұшып кетіпті. Шаштазиз құлай сүйген махаббатынан айрылып, аһ ұрып, көп қайғырып, ақыры баласын тауып алып, осы жерді мекен етіп қалған екен. Ол баласының атын Парфария қойыпты. Одан Қарақия туылыпты. Қарақиядан аты бүкіл қазаққа мәшһүр батыр Едіге туылыпты. Құрметті оқырмандар, менің бүгінгі аңыз әңгімем сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Келесі қызықты аңызды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.